Бұл Самат. Соңғы кезде қандай жұмысқа орналасса да, бүкіл жерде кеңселер open space форматында жасалған. Бұл басында қызықты, тартымды көрінді. Бірақ уақыт өте келе open space'ның кемшіліктерін байқады. Айналадағы шудан тез шаршап, сонымен қоса стресстің көбейіп, жұмысқа ынтасы азайғанын сезді. Мәңгі шаршаған күйде болатын сияқты. Сонда open space жұмыс үшін ыңғайсыз ба? Әлемде бұл сұрақты зерттей келе open space жұмыс орындарының эффектілікке зақым келтіретінін байқай бастады. Әлемнің көптеген докторлары, психологтары, онымен қатар медиа ресурстары open space'ның жұмысқа кері әсері туралы кеңінен жаза бастады. Open space кеңселері несімен ыңғайсыз екен? Бірге анықтап көрейік. Расында да open space кеңселері заманауи болғанымен, соңғы кезде оның жағымсыз жақтары жайлы көптеген мақалаларда айтылып жатыр. Қаншалықты көзге тартымды, жұмысқа деген шабытты оятатындай көргенімен, іс жүзінде жұмысты нәтижелі орындауға қолайсыздықтар тудырады. Open space кеңселері Америкада бұрыннан бері қолданылады. Кеңселерді open space ретінде ұйымдастыруды 1960 жылы архитектура факультетінің студенті Фрэнк Даффи ойлап тапты. Америкада өнеркәсіптің қарқынды даму кезінде кеңсе жұмыскерлерін конвейер мысалында орналастыра бастады. Яғни жұмыс орындарын бірінен соң бірін мектептегі парталардай қатармен тізіп қойды. Ал саты бойынша көтерілген үздік қызметкерлерге өзінің жеке кабинеті беріледі. Кейін 90-шы жылдары ашық жұмыс орындарына кабиналар пайда болды. Олар қызметкерлерді артық шудан және жан-жағында алаңдататын қимылдардан қорғаған. Ал 1958 жылы неміс консалтинг ұйымының негізін қалаған Шнель ағайындылары оны бюро ландшафт, яғни кеңсе ландшафты деп атады. Олардың идеясы біркелкі қатарынан тұрған үстелдерді алып тастап, кеңсені органикалы әрі табиғи көрінетіндей жаңаша жобалауда болды. Және ең бастысы, жұмыс орындарын иерархиясыз ұйымдастыру болды. Қызметкерлерді бір ортақ кеңістікте орналастыру олардың барлығы ұжымда бірдей маңызды екенін көрсеткен. Бүгінгі күн open space кеңселері дәл осы неміс бюро ландшафт үлгісімен жасалады. Open space кеңсе дизайндары әдемі, сәнді көрінеді. Ақша жағынан тиімді. Бөлек кабинеттер үшін қосымша қабырғалар тұрғызудың керегі жоқ. Сондықтан шығындар да аз болады. Басшылық үшін де ыңғайлы. Бұндай ашық кеңістіктегі жұмыс орындары арқылы кімнің жұмыста бар екені, қалай жұмыс істеп жатқаны көрінеді. Сонымен қатар open space кеңселері әріптестердің бір-бірімен жеңіл, еркін сөйлесуге, бірлесіп жұмыс істеуге жағымды жағдай тудырады. Дегенмен open space'тің кемшіліктері де бар. Ең алдымен ол ашық кеңістікте пайда болатын шу. Адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, біреудің телефонмен сөйлесуі, пернетақта дыбыстары және тағы басқа іс-қимыл дыбыстары бірігіп бір үлкен шуға айналады. Ол әрине де адамның мазасын алып, жұмыс істеуге кедергі болады. What you doing? Working. Maybe you should too. Nah. Екіншіден, ол кейде ашық, ортақ кеңістікте жұмыс істегенде, жеке кеңістік деген не екені ұмытылады. Ашық кеңістікте жұмыс істегенде сіздің мониторыңыз, жеке чаттар мен басқа да жеке ақпаратыңыз айналадағы адамдарға көрінеді. Үшіншіден, open space'те әркімнің жұмысы, іс-қимылы бәрінің назарында болады. Бірақ адам таңнан кешке дейін тек жұмыспен ғана айналысса, жалығып, керісінше жұмыс істеуге ынтасы жоғалып кетеді. Сондықтан арасында 15-20 минутқа ойын басқа затқа аударып, серігіп алғысы келеді. Немесе көз шаршағанын басу үшін көзін жұмып шамалы дем алады. Бірақ көпшіліктің арасында олай еркін отыру мүмкін емес. Өйткені басқа адамдардың көз алдында жұмыста ерігіп, бос отырғандай көрінеді. Open space жұмыс орындарында адамдар өзінің жеке кеңістігін құру үшін төртінші қабырғаны құрастырады. Осылайша open space әріптестердің еркін араласуына емес, керісінше бір-бірінен алшақтау себебіне айналады. Fourth wall төртінші қабырға. Бұл ұғымды 18 ғасырдың француз философы Дени Дидро ұсынған. Оның айтуынша театр әртістері оларды көрермендерден бөлетін сахна бойында үлкен қабырғаны елестетіп ойнау керек. Бұл әртістердің көрермендерге алаңдамай, тек сахнадағы ойынға толығымен көңіл бөлуге көмектесетін лайфхак. Ашық кеңседе де адамдар осындай төртінші қабырғаны тұрғыза бастады. Біреулер құлаққаппен өлең тыңдап жұмыс істесе, біреулер жұмысқа толығымен беріліп, оны мазалаудың қажеті жоқ екеніне барына білдіреді. Open space кеңселері кеңінен қолданылады. Бірақ үйреншікті бөлімдер бойынша бөлінген кабинеттері бар кеңселерде әлі кездеседі. Олардың кемшіліктеріне қарағанда артықшылықтары басым сияқты. Ең бастысы, тыныштық пен қызметкерлердің жеке кеңістігін сақтайды. Open space тудыратын жұмыс жасау үшін біраз қолайсыз жағдайды жояды. Сол себепті жұмысы өзара байланысты қызметкерлерді бір кабинетке 3-4 адамнан бөліп орналастырған әлде қайда жақсы. Қорытындыласақ, open space'те жұмыстың нәтижелігі төмендейді. Себебі адамды мазалап, ісінен ойын бөлетін заттар пайда болып, open space'ті қолайсыз жұмыс орнына айналдырады. Ал сіздің ойыңызша қандай кеңселер жұмыс үшін ыңғайлы? Сіз өзіңіз open space'те жұмыс істегіңіз келеді ме? Әлде олар сіз үшін де ыңғайсыз ба? Комменттерде ойыңызбен бөлісіңіз.